бөлшектерді салыстырып үйренеміз. Екі бөлшек берілген. 8-ден 3 және 8-ден 5. Бөлшектердің бөлімдері бірдей. 8 саны. Бөлшектерді салыстыру үшін оларды сурет арқылы бейнелейік. 8-ден 3 бөлшегін бейнелеу үшін бүтін фигура теңдей 8 үлеске бөлінеді, және оның 3 бөлігі боялады. 8-ден 5 бөлшегін бейнелеу үшін бүтін фигура сол сияқты 8 тең үлеске бөлінеді. Бірақ оның 5 бөлігі боялады. Қай бөлшек артық екенін салыстырайық. Дұрыс, бұл суретте 8-ден 5 бөлшегі 8-ден 3 бөлшегінен артық екені көрініп тұр. 5-тен 3 бөлшегі мен 5-тен 2 бөлшегін салыстырайық. Бөлшектердің бөлімдері бірдей. 5 саны. 5-тен 3 бөлшегі 5-тен 2 бөлшегінен артық екені суретте айқын көрініп тұр. Осы бөлшектерді салыстырғаннан кейін қандай қорытынды жасауға болады? Дұрыс, бөлімдері бірдей 2 бөлшектің қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлшек артық болады. Және қайсысының алымы кіші болса, сол кем болады.